Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Корей телесериалы «Жасыл қырат жақта» деп аталатын фильмнің актерлері туралы мағлұмат айтатын боламын. «Жасыл қырат жақта» телесериалы 2003 жылы түсірілген 52 бөлімнен тұратын фильм. Басты рөлді сомдаушы Тэйон көлік сатушысы болып жұмыс істейді. Ол өмірге деген құштарлығы керемет, адал да сенімді және әділдікке қарсы тұруға ерік-жігері мен батылдығы бар кейіпкерді сомдайды. Тэйонның отбасында анасы мен інісі және қарындасы болады. Олардың жағдайлары төмен, кедей тұратын болады. Ол кездейсоқ Йонхо атты болашақ жарын кездестіріп, оған үйленеді. Бірақ қыздың ата-анасы олардың бірге болуын қаламады. Себебі ата-анасы қыздардың өздері секілді жағдайы жасалған бай қуатты жігітке тұрмысқа бергісі келді. Ақырында екі ғашықтың шынайы махаббаты жеңді. Екеуі бақытты өмір сүріп жатты. Бірақ бір күні Тэйон айықпас дертке шалдығып қалады. Оны отбасынан, әйелінен жасырады. Олардың қиналғандарын көргісі келмеді. Бірақ бір күні оны әйелі сезіп, оның ауруға шалдыққанын біліп қояды. Қатты қиналады. Күйеуінің бар жағдайын жасап, оған жұбаныш болып қолдау көрсетеді. Тэйонның отасы сәтті аяқталып, ауруынан айығады. Екеуінің бір ұлдары болады және жасыл қыратты өлкеден үлкен зәулім үй алып, отбасымен бақытты күн кешеді. Ендігі кезекте осы фильмдегі актерлердің өмірбаяны туралы мағлұмат бере кетейін. Чой Со Джон 1962 жылы 18 желтоқсанда оңтүстік Кореяның Сеул қаласында дүниеге келген. Со Джонның әкесі көкейде жұмыс істеген жоғарғы лауазымды мемлекет қызметкері болған. Оның ата-анасы өте жарасымды жұп болды және Чой Со Джон бала кезінен әкесінің анасына үйде қалай көмектесетінін және қатты құрметтейтінін көріп өсті. Бұл болашақ жігітке өз отбасына үлгі болды. Корей ұлттық университетінің ағылшын тілін және әдеби факультетінде оқып бітірді. Ол 1987 жылы KBC арнасының «Махаббаттың гүлдеген ағашы» тележобасында актер ретінде дебюті жасады. Чой Со Джон 1998 жылы «Аңыз туралы» атты драмалық сериалындағы рөлі арқылы танымал болды. Содан бері көптеген актерлік шеберлікпен айналысып, шығармаларында әртүрлі кейіпкерлерді алмастырып, әртүрлі танымал эстрадалық шоуға түсіп, KBC және MBC бағдарламаларының жүргізушісі. Сонымен қатар қонақ ретінде бағдарламалардың көрермен рейтингінде кепілдік берді. Актер 2006 жылы шағын экранға шығып 31% рейтингпен елден өткен Тэ Джон Янг тарихи драмалық сериалдағы басты рөл арқылы үлкен танымалдыққа ие болды. 2010 жылы ол «Жолдастар» әскери тарихи драмасында басты рөлді сомдады. KBC пресс-релизіне сәйкес Чой Со Джон әскери драмада ойнауды өзіне белгілі тарихи драмалардан гөрі қиынырақ деп тапты. Неліктен мұндай күрделі драмалық жобада басты рөлді таңдады деген сұраққа актер былай деп жауап берді. Мәселен мынада: мен көбірек ойнаған сайын ойынға деген ашкөздігім артады. Енді не істеуім керек? Қалай болғанда да мен жақсы актер болып қалып, өзімді басқаруға көбірек күш салғым келеді деп жауап берді. Оның келесі сәтті жобасы 2012 жылы теледидарда көрсетілген «Ұлы патшаның арманы» тарихи драмасы болды. Актер қатысқан келесі тарихи саяси сериал «Үш патшалық соғысы» Имджин соғысы 1592 жылы деп аталып, 2014 жылы шағын экранға шықты. Онда Имджин соғысы кезінде Джонсондағы Мин әулетіндегі және Жапониядағы саяси жағдай туралы айтылады. Менің әдемі одақтасым 2018 жылы отбасылық романтикалық драмасы дарынды актерге Корей киносы әлеміндегі бірнеше беделді марапаттады. Оның ішінде 2018 жылы KBC драма Award сыйлығының үздік ер адам рөлі және KBC драма Award сыйлығындағы үздік жұп Джин Кёнмен бірге атағын жеңіп алды. Ол сонымен қатар 2019 жылы 12-ші Корея драмалық жүлделерінде осы драмадағы Кон Сон Ил рөлін сомдаған үшін бас жүлдені жеңіп алды. Жеке өмірі: Чой Со Джон 1993 жылдан бері актриса Ха Хираға үйленеді. Ерлі-зайыптылардың екі баласы бар. Ұлы Мин Со Йон 1999 жылы туған және қызы Юн Сео 2000 жылы туған. Олардың бақытты некелері Кореяда жақсы белгілі. Хера жүкті болған кезде актер үй шаруасымен айналысып, тамақ әзірлеп, оған демалуға көп уақыт бөлді. Бұл оны Корея елдерінің арасында өте танымал етті. 2013 жылдың басында теледидарға берген сұхбатында Чой Со Джонның әйелі күйеуінің үй қызметшісінен жақсы екенін айтты. Пак Черим. Ол 1979 жылы 29 наурызда оңтүстік Кореяның Сеул қаласында дүниеге келген. Оның інісі актер Пак Юн Дже 1994 жылы Мисс Гайтай атанып, ойын-сауық индустриясына кірді. 1994 жылы Өзен атты басты рөлді сомдаған алғашқы фильм. 1995 жылы ол өзінің алғашқы жұп телешоуына қатысты. 1998 жылы бірнеше басқа шоуларда жұмыс істегеннен кейін оған Jump Сентинкомында басты рөлді ойнауға мүмкіндік берілді.
1999 жылы ол Кай шоуында жұмыс істеді. Ол жанкүйерлердің сүйіктісіне айналды. 1999 жылдан 2000 жылға дейін Шерин NBC Music Camp музыкалық шоуының жүргізушісі болды. 2000 жылы жаңалықтар репортері болған барлығы Хауа туралы драмасында ойнау мүмкіндігіне ие болды. Келесі жылы ол 4 апалы сіңілі фильмінде әпкелердің бірін ойнады. Содан кейін ол 2002 жылы Қазір біз кездесіп жатырмыз атты романтикалық драмасында басты рөлді сомдады. Бұл драма сәтті болғаннан кейін ол жиі ойнай бастады және барлық ісінде сәтті болды. Сонымен қатар актриса өз елінде ғана емес, Қытай мен Тайванда да танымал бола алды. Ол 2010 жылы 2 драмада ойнады. 2004 жылы 24 мамырда актриса Корей әншісі Ли Сын Хванға үйленді. Ли Хван одан 14 жас үлкен болатын, бірақ 2006 жылдың 31 наурызында баспасөз ерлі-зайыптылардың ажырасу туралы жазды. Ажырасу себебі Шерин мен Ли Сын Хванның айтуынша үйлену тойынан бір жылдан кейін олардың алшақтай бастаған екеуінің әртүрлі қызығушылықтары болғанын айтты. Олардың асырап алған ұлы да болды. Ажырасқаннан кейін оны Шерин тәрбиеледі. 2014 жылы наурыз айында Пак Шериннің қытайлық актер Гао Цзитинмен кездесіп жүргені белгілі болды. Ал сол жылдың 14 қазанында актерлердің үйлену тойы жарияланды. 2017 жылы 14 желтоқсанда актрисаның босанған күнін нақты көрсетпей бала дүниеге келгенін хабарлады. Чэ Джон Ан 1977 жылы 9 қыркүйекте оңтүстік Кореяның Пусан қаласында дүниеге келген. Ол теледидардағы дебютін 1995 жылы эпизодтық рөлмен сомдады. Бірақ ол мансабын кейінге қалдыруды және ең алдымен Донгук университетін бітіруді шешті. Нағыз шығармашылық жолын 1998 жылы бастаған актриса әншілігімен танылған. Әдемі де таза дауысы бар. Оның алғашқы шынайы рөлдері Қағаз тырна драмасында және Сүйкімді адамдар фильмінде ойнады. 2001 жылы актриса Мина музыкалық драмасында басты рөлді сомдады. Ол үшін сыйлық алды. Джон Анның рөлге арналған көптеген әндері орындауынан кейін драма эфирге шыққаннан кейін актриса өзінің актерлік мансабын қайта қарап, осы алғашқы әншілік рөлден кейін ол өзінің жеке альбомдарын шығарды. 2004 жылы Теңіздің әміршісі тарихи романтикалық драмасында үлкен рөлге ие болды. 2006 жылы Әженің шытырман оқиғасы драмасына шықты. 2007 жылы актриса көрермендердің қызығушылығын тудырған Ханзаданың бірінші кафесі драмасында басты рөлдердің бірін ойнауға шақырылды. Содан кейін 2009 жылы Қабыл мен Әбіл библиялық драмасында пайда болды. Ол 2012 жылы Сәтсіздік патшайымы фильмінде басты рөлді сомдады. 2003 жылы ол бұрынғы гангстерге Сон Хён жауапсыз ғашық болған әйелді ойнады. 2015 жылы актриса Бұрынғы қыздар клубы романтикалық комедиясы шықты. Шумен музыкалық мелодрамасы 2016 жылы шағын экранға шықты. Онда актриса ретінде, әнші ретінде де өзінің талантын бірден көрсетуге мүмкіндік алды. Форс-мажор драмасы 2018 жылдың көктемінде теледидар экранына шығады. Актриса актердің хатшысының рөлін тамаша ойнайды. Жеке өмірі 2007 жылы актриса үйленді, бірақ 1,5 жылдан кейін некесі бұзылды. Йон Тэйон 1974 жылы 9 қазанда оңтүстік Кореяның Кёнсан-букдо провинциясының Йончхон қаласында дүниеге келген. Отбасында жалғыз бала. Оның әкесі Йон Чон Йон Samsung Electronic компаниясының бұрынғы төрағасының орынбасары. ақш-тағы Иллинойс Уэслиан университетінде бизнесті басқару бойынша білім алған. Ол 1997 жылы Менің әдемі ханым романтикалық драмасында актер ретінде дебют жасады. Ол өзінің алғашқы басты рөлін 2001 жылы Идеал жауынгер фантастикалық фильмінде ойнады. 2005 жылы экшн қылмыстық драмасы Мистер Сократ фантастикалық жанрда ойнады. Жалпы көптеген драмалық фантастикалық фильмдерде ойнады. 2007 жылы 14 ақпанда ол актриса Им Ю Джинге үйленді. Ерлі-зайыптылар 2003 жылы Жасыл қырат шақта сериалының түсірілімінде танысып кездесе бастайды. Сол фильмде қарындасы болып ойнайды. Қазіргі таңда ерлі-зайыптылардың бір қызы бар.